Баршаңызға сәлем достар. Бүгін омега 3-пен байытылған өте дәмді скумбрия балығын духовкада даярлайтын боламыз. Қонақ шақырған уақытта скумбрия балығын закуска ретінде ұсынсаңыз керемет ас болып табылады. Скумбрия балығы өзі майлы әрі дәмді балық болғандықтан ол көп дәмдеуішті қажет етпейді. Тіпті мен тек қана тұз қосып қана даярлаймын. Қатып тұрған скумбрияны жарты сағатқа комната температурасына шығарамыз. Себебі оны тазалаған уақытта жұмсарып ыңғайсыз болады. Скумбрияны ыңғайлы етіп 2-2,5 см етіп кесіп аламыз. Замороженный, яғни қатып тұрған скумбрияның шек-қарны өте тез тазаланады. Видеода көрсетілгендей етіп саусағымызбен итеру арқылы тез тазалап алуға болады. Қолымызбен тазаланбаған жерлердің барлығын пышақпен кесіп тазалап аламыз. Содан соң балықты салқын сумен бір шайып аламыз. Даярлап алған балықты тұздаймыз. Мен әр балықты бөлек-бөлек тұздаймын. Аздап тұз сеуіп, оны екі жағына жағып аламын. Балықтың әр кесіндісіне шамамен бір шымшым тұз ғана себеміз. Противенің үстіне фольга төсеп, балықтардың барлығын орналастырамыз. Балықты 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40 минут пісіреміз. Скумбрия балығын аса көп уақыт духовкада ұстаудың қажеті жоқ, небәрі 40 минут қана жетеді. 40 минутта ол толығымен піседі. Скумбрия балығын 1 сағаттан артық уақыт духовкада ұстаған уақытта ол қызарады, бірақ оның майының барлығы шығып кетеді. Ал балықтың майы, оның құрамындағы омега 3 біздің ағзамызға өте пайдалы. Сондықтан біз оны балықтың құрамында сақтап қалуымыз қажет. Осымен біздің өте дәмді әрі өте тез даярланатын асымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Өз каналымда әртүрлі тағамдардың, торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.